Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен оңай әрі тез дайындалатын американдық пончиктердің құрамымен бөлісемін. Ең алдымен таза ыдысымызға үй температурасындағы 2 дана жұмыртқамызды, оның үстіне қант және ванильный сахарды салып, әппақ болып көпіргенше миксерлейміз. Енді консистенциямызға жылы сүт және де ерітілген жылы сары майды құямыз. Оның үстіне аздап тұз себеміз және де құрғақ дрожжиді салып миксердің ақырын жылдамдығымен араластырып шығамыз. Келесі консистенцияға құрғақ ұнды ситу арқылы салып, жұмсақ қамыр илейміз. Міне достар, қамыр дайын, осындай жұмсақ болып иленуі керек. Енді иленген қамырдың бетін пищевой пленкамен жауып 1 сағатқа қойып қоямыз. Немесе осы қамырды духовкада 25-30 градуста 30 минуттай жылытып көтерілтіп аламыз. Міне достар, біздің қамырымыз дайын, осылай көтерілді. Енді біз бұл қамырды жаямыз. Қамырды жаяр алдында ешқандай құрғақ ұн сеппейміз, керісінше май себеміз. Егер құрғақ ұн себетін болсақ, қамырымыз қап-қатты болып қалады. Қамырды видеодағыдай жайып аламыз, қалыңдығы 5 мм болу керек. Қамырды жайып алдық. Енді көлемі 9 см болатын осындай дөңгелек ыдыспен қамырымызды дөңгелектеп кесіп шығамыз. Келесі артық қалған қамырларды видеодағыдай аламыз. Келесі дөңгелек қамырдың ішін осындай насаткамен дөңгелектеп кесіп шығамыз. Енді ысып келе жатқан майға жаңағы пончиктерімізді пісіріп аламыз. Достар, майды қатты ысытпаймыз, өйткені пончиктер қатты қызарып күйіп кетеді. Келесі пончиктің астыңғы бетін көреміз. Егер қызарып піскен болса, оны аударамыз. Міне достар, пончиктеріміз осылай қызарып пісу керек. Келесі піскен пончиктердің артық майынан арылу үшін осылай қағаз сүлгінің үстіне қоямыз. Келесі пончиктердің бетіне жағатын ганашын дайындаймыз. Ол үшін бізге қара және ақ шоколад керек. Оларды біз водяной баняда ерітіп аламыз және оның үстіне жылы сливкиді қойып жақсылап араластырамыз.
ақ шоколадтың түсін өзгерткіңіз келсе, кез келген пищевой красительді қоссаңыздар болады. Консистенциясы біркелкі болғанға дейін жақсылап араластырамыз. Келесі дайын болған ганашқа біздің суыған пончиктарымызды видеодағыдай батырып аламыз. Ганаш жағылған пончиктердің астына пергамент қағазды қоюды ұмытпаңыздар. Енді пончиктердің бетін әсемдейміз. Қара шоколадты осылай кондитерлік мешокқа құйып аламыз да, оны осы ақ пончиктердің үстіне зигзаг қылып құйып шығамыз. Ал қара шоколад жағылған пончиктерге ақ шоколадты зигзаг қылып құйып шығамыз. Пончиктердің бетіне осындай присыпканы себеміз. Менде арахис. Сіздер өздеріңіз қалауларыңызша әр түрлі түсті присыпкаларды себуге болады. Міне достар, біздің американдық пончиктеріміз дайын, оңай әрі тез жасалады. Достар, үйде жасап көруге кеңес беремін. Менің жұмысымды бағалап, маған тіркелуді ұмытпаңыздар.